Саламатсыздар ма? Қалай дәрісіз бауырды тазалауға болады? Бүгінгі видеом бауырды тазалау жөнінде, ал келесі видеом асқазан ауруынан арылу туралы болмақ. Видеоны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Адам ағзасындағы ауырғанын білдірмейтін, соңғы сатыға келген кезде ғана ауырғаны бірақ байқалатын ол бауыр. Бауыр ағзадағы тазалаушы құрал. Әсіресе тамырымызда ағатын қанды тазалайды. Бірақ біздің жағымсыз әрекеттеріміз, салауатты өмір салтын сақтамағанымыз, көп көлемде дәрі қабылдағанымыз бауырға зиянын тигізеді. Салдарынан бауыр улы затқа толып, жұмысы нашарлайды. Ол үшін не істейміз? Осы орайда бауырды дәрісіз қалай тазалаймыз деген сұрақтың тууы заңды. Оған жауап ретінде мына әдістерді ұсынамын. Мейіз тұнбасы. Бізге керегі 400 мл су мен 150 грамм мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуасыз, ыдысқа қажетті суды құйып отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішесіз. Ескеріңіз, емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз. Дегенмен екінші күн-ақ керемет нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындағаныңыз дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай да зияны жоқ. Тіпті бір айда, бір апта бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ем кезінде майлы қышқыл мен алкогольді ішімдікті шектеу керек. Мейіз тұнбасының екінші нұсқасы. Дәнегінен ажыратылған қара кішімішті жуып тазалап, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құясыз және 30-40 минутқа бетін жауып қоясыз. Аш қарында алдымен суын ішіп аласыз, одан кейін тұнбаның кішімішін жейсіз. 30-35 минуттан кейін тамақ қабылдайсыз. Міне осылайша өзіңізге ыңғайлы тәсілмен бауырыңызды тазалап, ауырмаудың жолын іздеуге болады. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Бүгінгі менің видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.